Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін ерекше дәмді меренга рулетін дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде жасап көріңіздер. Бізге қажетті ингредиенттер: 4 дана жұмыртқаның ақуызы, 220 грамм қант ұнтағы, 1 ас қасық жүгері крахмалы, 1 грамм ванилин, 1 шымшым лимон қышқылы және жержаңғақ жапырақтары. Алдымен жұмыртқаның ақуызын сарыуызынан ажыратып аламыз. Ол үшін ыдысымыз міндетті түрде құрғақ және таза болуы тиіс. Ақуызын жеке ыдысқа ажыратып алып, сосын ортақ массаға қосқан дұрыс. Түсіп кеткен кішкентай сарыуыздың өзі бүкіл процесті бұзады. Жұмыртқа бөлме температурасында болған дұрыс. Ақуызды жай жылдамдықта миксерлеп бастаймыз. Кішкене көпіршігенде лимон қышқылын, ванилинді және де қант ұнтағын салып миксерлейміз. Қант ұнтағын шекермен алмастыруға кеңес бермеймін. Жылдамдықты жаймендеп арттырып, қатты жылдамдыққа дейін жеткіземіз. Шамамен 20 минуттай миксерлейтін боламыз. Егер жеткіліксіз миксерленген болса, меренгамыз дұрыс шықпай қалады. Миксерлеп болған соң, жүгері крахмалын қосып, лопаткамен араластырамыз. Меренганы пергамент қағазына салып, 4 бұрышты формаға келтіріп, лопаткамен біркелкі етіп, жайып шығамыз. Бетіне жержаңғақ жапырақтарын сеуіп шығамыз. Бірақ бұл міндетті емес. Противенге орналастырып, пеште 150 градуста 20 минут пісіріп аламыз. Әркімнің пеші әрқалай болғандықтан, өз пештеріңіздің ыңғайына қарай бақылағандарыңыз дұрыс. Меренганың дайын болғандығын білу үшін бетін саусағымызбен басқанда қытырлап тұруы қажет. Пісіп шыққан меренганың бетіне пергамент қағазын қойып, келесі бетіне аударамыз. Астыңғы қабатындағы пергамент қағазын алып тастаймыз. Меренганы жақсылап суытамыз, шамамен 30 минуттай. Енді кремін дайындаймыз. Ол үшін бізге 200 грамм 35%-ық сливки, 150 грамм творожный сыр, 30 грамм қант ұнтағы және де бетін әсемдеуге жемістер қажет. Таза ыдысқа сливки, творожный сыр және қант ұнтағын қосып, қоюланғанша миксерлейміз. Ұзақ миксерлеуге болмайды, әйтпесе сұйық болып кетеді. Құлпынайдың кішкене бөлігін алып қалып, қалған бөлігін майдалап кесіп шығамыз. Кремнің 2-3 қасығын алып қалып, қалғанын меренганың бетіне қалыңдау етіп жағып шығамыз. Кесілген құлпынайларды әдемілеп салып шығамыз. Видеода көрсетілгендей етіп, рулетті ораймыз. Тоңазытқышқа 2 сағатқа қалдырамыз. Тоңазытқыштан алып, әдемі тарелкаға саламыз. Және де бетіне кремді жағып, құлпынаймен әсемдейтін боламыз. Осымен пирогымыз дайын. Өте дәмді, жұмсақ, нәзік болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Назар аударғандарыңызға көп рахмет. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Жаңа рецепттерді жіберіп алмас үшін каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.